Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының сегіз аяқ өлеңі. Жалғыз қалдым, тапшымын. Сабағымыздың мақсатына сәйкес сіздің меңгеретініңіз шығарма оқиғасындағы автор бейнесін анықтайсыз, шығармада көтерілген мәселенің жаңашылдығына баға бересіз. Автор бейнесі әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасын көру қалпы. Абай шығармаларында алдымен мейлінше мол, әр қырынан көрінетін ақынның өз бейнесі, өз тұлғасы. Оқушылар, сіздерге сәйкестендіру тапсырмасын ұсынғым келеді. Бірлесіп орындап көрелік. Берілген өлең үзінділерінен ақынның қандай сипатын көре аламыз? Жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. 1 В, 2 Г, 3 А, 4 Ә, 5 Б. Өте жақсы. Бір-біріне ұқсамайтын әр өлеңінде ақынның өнерпаздық тұлғасы ылғи біркелкі сипатта көрінбейді. Әр қырынан көрініп, жаңаша сипат табады. Мазмұны тұрғысынан да, көркемдік бітімі жағынан да ерекшеленіп тұратын үздік туындыларының бірі сегіз аяқтағы ақынның өз бейнесі қалай кескінделген. Сегіз аяқ өлеңінде бас кейіпкер ақынның өзі. Ол кейде жан тәнімен күйінеді, кейде ойшыл, кейде ашулы, кейде мұңдана отырып оқушысымен сырласады. Кейде ызалы ақынның көзінен қанды жас ағып тұрғандай. Берілген өлең шумағын оқып, ақын бейнесі туралы ойыңызды білдіріңіз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде. Жігерлен сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып кетер артынан. Дұрыс айтасыз. Абай туған халқы мен өз өмір сүрген қоғамның шындық бейнесін сегіз-ақ жолға сыйғызып тұр. Ол түңіле, күйзеле отырып та елінің болашағын ойлайды. Халыққа жан ашып, оларды жақсылық жолына шақырады. Бұл шумақтан Абайдың азаматтық және ақындық тұлғасының трагедиялық әрі қаһармандық сипатын танимыз. Келесі үзіндіге назар аударыңыз. Малыңды жауға, басыңды дауға, қорқылма, қорға татулас. Өтірік ұрлық, үкімет зорлық, құрысын, көзің ашылмас, дейді Абай. Неге басың дауға түседі? Малың неге жауға кетеді? Халықты неге татулыққа шақырады? Бұл тұстағы ақын бейнесін қалай тани алдыңыз? Дұрыс аңғардыңыз. Ақын өз көңіл күйін тікелей білдіріп, ойын тура айтады. Өзінің елін азаматтық мойынсұнбауға үндеп отыр. Себебі әділ заң жоқ, дұрыс экономикалық жүйе жоқ. Тек қана сені қанау бар және ешқашан да әділдік тілеп ақиқатқа жетпейсің. Бұл шумақтан Абайдың рухани еркіндікке ұмтылған тұлғасын көре алдыңыз. Енді ақын бейнесінің өзге қырын анықтау үшін өздік тапсырманы орындаңыз. Моласындай бақсының жалғыз қалдым, тапшыным деген жолдардағы ақын бейнесін көрсетіңіз. Дескриптор. Берілген өлең жолдары арқылы автор бейнесін анықтайсыз, автордың ішкі сезім толғанысын көрсетесіз, өз ойыңызды дәлелдейсіз. Жас дос, көрікті ойларыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіз. Бұл тапсырманы сәтті орындадыңыз деген сенімдемін. Жарайсыздар. Ақын бейнесі арқылы біз оның заман шындығын, халықтың мүддесін, арман тілегін қалай түсінетінін көреміз. Ал ақынның ұстанымы қандай? Ойыңызды тұжырымдап айтыңыз. Әрине, ой тұжырымыңыз өте мәнді. Абайдың ұстанымы қалыптасқан жағдайды сырттан бақылап, ақыл көйсіп, кемшіліктерді дізіп тере беретін немқұрайлы төрешілердің ұстанымы емес. Тағдырын туған халқымен бірдей көретін, халқы үшін қиналып күйінетін жанашыр жанның ұстанымы. Сонымен
Абай ақындық бейнесін өзі сомдап, шың басына қойылған мүсіндей тарихымызға мәңгілікті жасампаздықты алып келді. Қазақ өмір сүрген жерде Абай бар, Абай өмір сүрген жерде қазақ, мәңгі қазақ елі болып қала бермек. Абай заманы мен қазіргі қоғамның айқындап отырған мәселелерінің қандай үндестігі бар? Сегізаяқ өлеңіндегі көтерілген мәселелер бүгінгі күні де өзекті болып отыр ма? Жаңашылдығы неде деп ойлайсыз? Берілген үзінді бойынша осы сұрақтарға жауап беріп пікіріңізді айтыңыз. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп, ойлап мал ізде. Адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң, қуан сол кезде. Жауаптарыңызбен келісемін. Әрқашан ар-ұятты, адалдықты өзіңе серік ете жүріп, еңбек ізде. Жалқаулықтан безін кәсіп ізде дейді. Өлеңде көтерілген бұл мәселе бүгінгі күнде өмірдің барлық саласында өзекті. Қазіргі жаһандану жағдайында да біз алға қойған өмірлік мақсатымызға адалдық пен тынымсыз еңбектің арқасында ғана қол жеткізе аламыз. Келесі үзіндіде көтерілген мәселенің өзектілігін, бүгінгі күнмен үндестігін анықтап, жаңашылдығына баға берелік. Білгенге жол бос, болсайшы қол бос, талаптың дәмін татуға. Ойыңыз керемет. Абай халықтың болашағы жастардың қолында деп білді. Оның жастарға ең алдымен айтатын ақылы талапты болу. Адам баласының ең жаманы талапсыз дейді 44-ші сөзінде. Талапты адамды ойлаған мақсатына жеткенше тыныш жатқызбайтын жетекші істеп білген. Табысты болу үшін бүгінгі жастарда талапты болуы керек. Екінші тапсырманы орындап көріңіз. Автордың көтерген мәселені шешуде ұсынған жолын қазіргі заман мәселесімен байланыстырып, жаңашылдығына баға беріңіз. Дескриптор. Өлеңде көтерілген мәселені анықтайсыз, автордың ұсынған шешу жолын қазіргі кездегі мәселемен байланыстырасыз, мәселенің жаңашылдығына баға бересіз. Ықтимал жауапқа назар аударыңыз. Оқушылар, тапсырманы дұрыс орындадыңыз деген ойдамын. Рахмет. Сегізаяқ өлеңінің жаңашылдығы. Өлеңде көтерілген татулық, еңбексүйгіштік, талаптылық, адалдық секілді сан түрлі мінез-құлық мәселелері бүгінгі күніде мәнін жоймай, жаңарып, жалғастық тауып отыр. Ендеше, Абай поэзиясы заман ауысып, уақыт озған сайын қоғамды ой санаға ықпал әсері арта түсетін асыл мұра. Енді оқу тапсырмасын ұсынамын. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дейді ұлы Абай атамыз. Өлең жолдарындағы көтерілген мәселеге сәйкес ойыңызды шығармашылықпен жеткізіңіз. Тапсырманы дескрипторға сүйеніп орындаңыз. Оқушылар, бүгінгі сабақтағы іс-әрекеттеріңізге саралау жүргізіңіз. Ол үшін рефлексия парағына жетістіктер мен кедергілерді жазыңыз. Абай әлемін бүкіл дүниеге таратушы кемеңгер ұлы Мұхтар Әуезов. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгін ол үн біздің де үнге қосылып, жаңғырып, жаңа өріс алып тұр деген екен. Абайдан шыққан әр сөз киелі, баға жетпес асыл қазына. Осыны ұмытпайық, жас дос. Назарларыңызға рахмет.